Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте осындай пышный болып шығатын, дәмі тіл үйіретін пончиктер дайындайтын боламыз. Ол үшін ең бірінші біздің құрғақ ингредиенттерді дайындаймыз. Алдын ала еленген ұнымызға тұз, қант және де ашытқыны салып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Одан соң бөлек ыдысымызға жылы сүтімізді, ерітілген сары майымызды және де жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Үстіне біздің бағанағы ұнымызды осылай қасықтап бірнеше қасықпен бөліп отырып араластырамыз. Одан кейін біздің қамырымыз қоюланып бастағанда қолымызбен илейміз. Біздің қамырымыз осындай жұмсақ болып шығуы қажет. Одан соң біздің қамырымыздың бетін жауып қойып, бірнеше сағатқа ашытып қоямыз. Біздің қамырымыз осындай керемет болып көтеріліп ашып шықты. Одан соң оны видеода көрсетілгендей кішкентай бөліктерге бөліп шығамыз. Одан соң оны осылай доңғалақтап формаға келтіреміз. Одан соң біздің қамырымыздың бетін осылай сүлгімен жауып, 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Біздің қамырымыз кішкене тынғаннан кейін осылай қолымызбен пончиктің формасына келтіреміз. Одан соң біздің пончиктерді орташа отта майда осылай екі жағын қызартып пісіріп аламыз, және де ортасы бітіп кетпесі үшін шпажканың көмегімен осылай айналдырып тұрамыз. Біздің пончиктеріміз видеода көрсетілгендей екі жағынан да қызарып пісуі қажет. Біздің пончиктеріміз осындай өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Одан соң пончиктерді өз қалауларыңызша әрлесеңіздер болады.
Біздің осындай өте керемет болып көтеріліп пышный болып шығатын, оңай дайындалатын тәтті пончиктеріміз дайын. Егер рецепт ұнаған болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, комментарийге өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Ас болсын!